Assalamualaikum құрметті ағайын. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы ұстаздардың рөлі туралы. Сөзді ЮАР-дың Стелленбос университетінің бас кіреберісіндегі тақтадағы ескертуден үзінді келтіруді бастағанды дұрыс көрдім. Кез келген ұлтты құрту үшін атом бомбалары немесе алысқататын зымырандар қажет емес. Тек білім берудің сапасын төмендету және оқушыларға емтиханда алдауға рұқсат беру ғана қажет. Білім берудің күйреуі ұлттың күйреуі. Ескертуді және кемеңгер бабаларымыздың өсиеттерін қоғамдағы жағдайымызды ой елегінен өткізіп, халыққа сапалы тәрбие және білім беру, мемлекет тілді дамыту, елдігіміздің еңселі болуының, ұлтымыздың жойылмайтын, мызғымайтын өмірлік тіректер екенін түсіндім. Тармақтары десемде болады. Осы аса маңызды үш мәселе бойынша іс-қимылымыз талапқа сай жоғары деңгейде үйлесімді атқарылмаса, тәуелсіздігімізге қауіп төнеді. Бүгінгі күні біз осындай күйде екеніміз анық. Әділеттік сақталмаса, жөнсіз кіжіңдеу мен бос сандырақ орын алса, ісіміз оңалмайды. Дүниеге келген сәби алғашқы тәрбиесін отбасында аяулы анасының бесік жырынан, қамқор әкенің, мейірімді ата мен әженің өнегелі істерінен, ақыл кеңестерінен алады. Өскелең ұрпақ тәрбиелеу, олардың мүддесін қорғау, тағдырын ойлау, ата-ана мен ұстаздың, қоғам мен биліктің басты міндет екенін естен шығармаған жөн. Егер осы төрттіктің ынтымағы мен бірлесігі жарасса, шешілмейтін мәселе болмас еді. Неге десең, рухани дүниесі бай, ұлт жанды білімі терең, логикалы ойлау қабілеті жан-жақты дамыған, белсенділігі жоғары, халық қана тағдырын өз қолына алып, өркениетті мемлекет құра алады. Осыны халық пен билік түсінсе, нұр үстіне нұр болады. Өкінішке қарай, біз үшін бұл шешімін таппаған күрделі мәселе болып тұр. Білім жүйесінде дилетанттардың үстіп жүргізген қисапсыз эксперименттерді осы маңызды саланы құлдыратуға ұшыратты. Сондықтан оқу орнын бітірушілер өмірдің сынағына, бәсекелестікке дайын болмай қалды. Билік мәселені түбегейлі шешуден жалтаруда. Халық даналығы білекті бірімді бірді жығады, білімді мыңды жығады дейді. Осы нақыл сөздерді естен шығарып алдық, білімсіздікке ұрындық. Оның барар жері біреу ғана, надандық. Ал надандықтың салдары қоғамда ұшы қиырсыз мәселелер мен кемшіліктер пайда болды. Шенеуніктер ар-ұяты сырып тастап, айлакер азғынға айланды. Бұқара мен билік иелері санасындағы үрей дейтін дерттен, құлдық менталитеттің шырмауынан шыға алмады. Осылар дамуымызға үлкен кесір тигізуде. Неге түсінгіміз келмейді? Бұл ащы шындығымыз. Қазақ дананы да, батырды да ана туады дейді. Бұл анаға деген үлкен құрмет. Сол дүниеге келген сәбилердің тұлға болып қалыптасуына ұстаздардың орны айрықша бөлек. 75 жылдан артық өтсе де, мен бірінші мұғалімім Евгения Матвеевна Дёминаны әр уақытта үлкен ілтипатпен еске алам. Жайдарлы, шовинистік мінез құлқы жоқ, өз ісіне берілген білікті маман еді. Балалардың кемшіліктерін бетіне баспай, соларды жоюға барын салды. Білім алуының негізін қалады. Киген киімі, күлімсіреген бет әлбеті бүгінде көз алдымда, жүрегімді елжіретеді. Балағы шағым еске түсіп,
bir ерекше сезімге бөленемін. Сол кісіге деген ризашылығым кейін барша ұстаздарды құрметтеуге ұласты. Өсе келе адамның өмірінде ұстаздың орны ерекше екенін түсіндім. Ал бастауыш сыныптың мұғалімін, мұғалімдердің де ұстазы деп санаймын. Қисыны келгенде айта кетейін, сол кішкентай ауыл мектебін бітіргендердің шетінен жоғарғы оқуын бітірді. Мүмкін мені тыңдап отырғандары да бар шығар, оларға аманшылық тілеймін. Осы күндері адамдармен әңгімелесіп қалғанда бірінші ұстаздары туралы сұраймын. Көпшілігінің айтатыны аты жөні есімде қалмапты дейді. Әрине, өкінетін жағдай. Бұған екі жақта кінәлі деп ойлаймын. Әр мұғалімнің қасиетті парызы кәсіби міндетін абыроймен атқарып, ұстаз деген құрметке ие болу. Бұл жерде ашық айтуымыз керек. Қоғамда қалыптасқан келеңсіз жағдайлар оған кедергі болуда. Атап айтсақ, мұғалімнің сана сезімі биліктің озбырлығын еріксіз орындауға, жұмысқа қабылдануы, аманат партиясына мүше болуға, тұрмыс және әлеуметтік мәселелерінің шешілуіне байланысты болса, ол пендешіліктен асалмай, ұстал деген қадірлі атқа ие бола алмайды. Күнкөрісті ойлап, алдамшылыққа барған, сайлаудың қорытындысын бұрмалаған мұғалімді аузың барып қалай ұстаз дейсің. Мұғалімдерді осылайша қорлау және оған көну надандықтың барып тұрған сорақысы. Мұның авторлары халықтың мемлекеттің қаш жауы, олардың билікте болуға хақы жоқ. Болашағымызды ойласақ, мұғалімдердің еңбегін ұлы екенін түсініп, қастерлеуге тиіспіз. Неге десең, балаларымыз ертеңгі күннің көшбасшысы, әр саланың мамандары, лауазым иелері, ғалым, отан қорғаушы, олардың рухани болмысы, білімділігінің және тағдырының бастауында ата-анамен қатар абзал жанды ұстаз тұрады. Ұстазын сыйламаған бала ертең ата-анасын, халқын құрметтемейтін нақұрысқа айналады. Осыны ұмытпайық. Мұғалімге деген құрмет беделінің өсуі мемлекеттік деңгейде шешілгені дұрыс. Көңілге қонатыны бірсыпыра іс атқарылды, оны жалғастыру қажет. Бір ұсыныс беруді жөн көрдім. Республикалық маңызы бар қалаларда, облыс орталығында, мектебі бар әл ауылда ұстаздарға арналған ескерткіштер, көркем паннолар орнатылса, халықтың көңілінен шығар еді. Ақын Шахановтың Еспаевқа ұстазым деген бір-ақ хан үшін ескерткіш қоюға болады деп айтқаны бар. Өте орынды пікір. Ұстаздарына деген ризашылығы мен құрметі Аманжол Шамкенов пен Аблақат Еспаевқа шабыт беріп, осы туынды дүниеге келген болар. Қанша уақыт өтсе де, халық әнді үлкен тебіреніспен айтады. Демек рухымызды көтеретін, ешқашан ескірмейтін, мәнін жоғалтпайтын, ең сүйікті әндеріміздің бірегейіне айналған. Ұстаздар мен оқушылардың ән ұранына лайықты шығарма. Мұны тек жүрегі керең, санасы ғана түсінбейді. Білім беру саласының мекемелерінде салтанатты іс-шара Қазақстанның ән ұранымен басталып, ұстазым әнімен аяқталса, нұр үстіне нұр болатыны анық. Қолдаударыңызды өтінемін, құрметті ағайын. Ескерткіш пен панноның композициясында Шамкенов пен Еспаев еңбек ері ұстаздардың осы тақырыпқа арнап дүниеге ән әкелген ақын мен сазгерлердің, әр облыста еңбегі сіңген, ең беделді ұстаздардың нақты бейнелерін пайдалану, ата-аналар мен оқушыларды қосылса, дұрыс болуға тиіс. Мұғалімдарға айтар ізгі тілегім, қадір қасиетті сақтау, ұстаз деген атқа сәй болу, ең алдымен өздеріңіздің қолдарыңызда. Жалғыздың үні шықпас, ісі алға баспас деген тұжырым бар. Парасатты жолмен, қайсар табандылықпен
құқық пен абырой, жарқын келешек үшін бір кісідей жұмылып күрескендерің қажет. Арсыз билік шегінуге мәжбүр болады, оған күмән болмасын. Бірлік пен батылдық бар жерде әр уақытта жеңіс болады. Осыны естен шығармайық. Қорыта келіп айтарым, биліктің ұзақ жылдар әдейі уланған халықтың санасының айығуы, белсенділігінің өсуі, жалпы ұлттық идеологияның қалыптасуы, Қазақстанның өркениетті дамуы, ұлағатты ұстаздардың, білікті ғалымдардың және мамандардың, басқару жүйесінің адал қызметкерлерінің тиімді еңбегіне байланысты десем орынды болар. Әрине, олар қасиетті жауапкершілікті түсініп, бүгінгі хал ахуалды сын көзбен талдап, ой елегінен өткізіп, мораль жағынан тазарып, рухани өсуі шарт. Бұлай болмаса, келешегімізді ойламай, қарының тойғана мәз-мәйрам болып, надандықтың жетегінде бүгінгідей кете береміз. Бұл да ащы шындығымыз. Көксегеніміз осы емес шығар. Ойланайық, құрметті ағайын. Абзал заңды ұстаздардың беделін өсірейік, қастерлейік, одан тек ұтамыз. Өмірсерік Көпжасаров, Талдықорған қаласы.